Бүгінде инженерлік бағыттар бойынша кадрлар даярлаудың келесі слайд. Кадрлар даярлауды 54 жоғарғы оқу орны жүзеге асырады. Білім алушылар контингенті 100 мыңнан асады. Бірақ біз түсіну керекпіз, инженер дегеніміз бұл өзінің саласы кең, бұл тек қана осы инженерлік бағытпен ғана шектелмейді. Қоршаған орта, физикалық және химиялық ғылымдар, геология, ақпараттық коммуникациялық технологиялар, көлік қызметі және басқа да салаларды қамтиды. Қазақстанда инженерлік білім бір қатар сын тегеуріндерге тап болуда, оны біздер мойындаймыз. Бірақ дегенмен қазірдің өзінде бұл мәселелерді шешу үшін біз біршама бастамаларды жүзеге асырудамыз. Біріншіден, жаңа модель мектептерде инженерлік сыныптардың ашылуынан бастап ерте кәсіптік бағдарлауды, сондай-ақ техникалық жоғарғы оқу орындарының өндіріспен толық интеграциясын көздейді. Алдыңғы слайд. Жоғары білім беруді дамыту тұжырымдамасын озық кадрлық қамтамасыз ету моделіне көшу көзделген. Бұл мамандығым болашағым жобасы шеңберінде жүзеге асырылуда. Жоба шеңберінде 17 өңірден 20 жоғарғы оқу орны қатысуда, 9 өңірде 45 сала бойынша кәсіптердің өңірлік атластары әзірленіп, 500-ден астам жаңа кәсіптер айқындалды. Осының нәтижесінде қазіргі күннің өзінде былтырғы 24 жылы 91 жоғарғы оқу орны өзінің 902 білім бағдарламасын жаңадан әзірледі, немесе оны өзектендірді.